Сәлеметсіздер ме баршаңызға? Бүгін мен сіздерге біздің Монтессори жүйесіндегі математикалық материалды, маркалар деп аталатын материалды үй жағдайында қалай жасау керектігін және қалай есеп шығару керектігін көрсетемін. Оған бізге қажетті құрал-жабдықтар: жасыл түсті қатты қағаз, көк түсті қатты қағаз және қызыл түсті қатты қағаз, сызғыш, қарындаш, қайшы және марка қажет. Маркер. Ең бірінші біз жасыл қатты қағазға 2 см өлшеп, ұзыннан 2 см-ден өлшеп шығамыз. Енді оны қосып сызамыз. Осы сызықты 2 см-ден бөлеміз. Қабырғалар. Оны қайшының көмегімен кесіп аламыз. Осындай қабырғалары тең 2 см-ден 4 бұрыш кесіп алды. Енді көк түсті қатты қағазымызға дәл солай етіп 2 см-ден сызамыз. Осылай көк түсті кесіп шықтық. Енді қызыл түсті дәл солай етіп 2 см-ден өлшеп аламыз. Осылай бәрін бірдей етіп кесіп алды. Енді жасыл түс бізде бірліктерді білдіреді. Бір санын бәріне жазып шығу керек. Оны біз маркердің көмегімен жазамыз. 1 бірлік, 1 бірлік, 1 бірлік, 1 бірлік, 1 бірлік. Яғни единица. Өстіп бірліктерді жазып шығамыз да. Оны
bir жерге жинап қоямыз. Келесі көк түс бізде ондықтар. 10 санын жазып шығамыз. Жазып шығамыз. 10. Ондық, яғни десяток. Ондық. Ондықтарды жазып шықтық. Bir жерге жинап қоямыз. Енді қызыл түс бұл жүздіктер. 100 санын жазып шығамыз. 100, 100, яғни сотня. Өйстіп жазып шығамыз. Бұл материалмен математикалық амалдарды қалай орындау керектігін мен сіздерге қазір көрсетемін. Мынандай кесте қажет. Осы кестені біз қызыл қарандашпен осылай сызып дайындап қоямыз. Жай қарандашпен 3 таңбалы сандардың қосу амалын жазамыз. Мысалы 263 қосу 125. 263 қосу 125. Осылай етіп балаға қосу амалдарын жазып береміз. Сөйтіп, жасаған маркаларымыздың көмегімен осы қосындыны шығарамыз. Бірліктерден бастаймыз. 3. 1 бірлік, 2 бірлік, 3 бірлік. Ондық 6. 1 ондық, 2 ондық, 3 ондық, 4 ондық, 5 ондық, 6 ондық. Енді жүздік. 2. 1 жүздік, 2 жүздік. Қосу амалын орындаған кезде ортасына қызыл карандашты қоямыз. Енді қосындыға қосылғышты қосамыз. Бірліктен бастаймыз. 5 бірлік. 1 бірлік, 2 бірлік, 3 бірлік, 4 бірлік, 5 бірлік. 5 бірлік. Келесі 2 ондық, 1 ондық, 2 ондық, 1 жүздік. Келесі карандашымызды аламыз, қосындыға қосылғышты қосамыз. 1 бірлік, 2 бірлік, 3 бірлік, 4 бірлік, 5 бірлік, 6 бірлік, 7 бірлік, 8 бірлік. 8 бірлік жазамыз.
ондық. 1 ондық, 2 ондық, 3 ондық, 4 ондық, 5 ондық, 6 ондық, 7 ондық, 8 ондық. Жазамыз. 8 ондыққа жазамыз. Жүздік. 1 жүздік, 2 жүздік, 3 жүздік. Жүздікке жазамыз 3. Сонда 263 қосу 125 тең болады 388. Біз осылай материалдардың көмегімен қосындыны шығарамыз. Тамашалағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.